Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дүкендерде сатылып жатқан торттардың рецепттерінің бірімен бөлісемін. Жасалу өте оңай және өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар өзіндік құны қымбат емес. Және де ең бастысы қолданылып жатқан кремін біліп алсаңыздар, кез келген оформленияда сәндесеңіздер болады. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бисквитті торт жасайтын болғандықтан, ең алдымен бисквиттің өзі қажет болады. Бисквиттің рецепті менің каналымда бар, описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте жұмсақ болып шығады және де сақталу мерзімі ұзағырақ болады. Торттың ерекшелігі оның кремі өте арзан болып келеді. Ол үшін бізге қант және осындай шеф-тукат керек болады, яғни крем. Кремнен менде 2 торт болғандықтан 500 грамм алдым. Және үстіне 150 граммдай қант қостым. Миксердің көмегімен бір қалыпты ағып кетпейтіндей масса болған араластырамыз. Жалпы бұл кремнің өзінен 1 литрден 4-5 тортқа жететіндей крем шығады. Дәл осындай масса болып шығу қажет. Ешқандай да ағып кетпейді, формасын өте жақсы ұстайды. Кез келген тортқа пайдалана берсеңіздер болады. Торттың сыртын қаптауға да ішіне де жарай береді. 2 торт жасайтын болғандықтан 1/2 бөлікке бөліп алдым. Әрқайсысы 250 граммнан шықты. Ең алдымен бірінші торттан бастаймыз. Дәл осылай бисквитті орналастырып шығамыз және пропиткаға қант пен қайнаған суды араластырып пропитка жасаймыз. Пропорциясын описанияға жазып кететін боламын. Керегінше жасаймыз. Осындай щетканың көмегімен жасасаңыздар өте ыңғайлы. Артынан керекті мөлшерде кремді жағып шығамыз. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Бұл кремнің бір жақсы жері, яғни торттың ішіне де және сыртын қаптауға да өте ыңғайлы, формасын жақсы ұстайды. Және де кремді торттың ішіне жаққан кезде кремнің арасына жаңғақтарды немесе кез келген жемісті қоссаңыздар болады, барлығы өз еркілеріңізде. Бұл кремнің тағы бір ерекшелігі сақталу мерзімі ұзақ, яғни 10 күнге дейін сақталына береді крем. Яғни алдын ала пісіріп, упаковка жасап дүкендерге өткізсеңіздер болады. Тортты жинақтап болғаннан кейін тоңазытқышқа салқындатып қоямыз. 1-2 сағатқа қойсаңыздар жеткілікті. Екінші тортты да дәл солай жинақтап шығамыз. Дәл осылай тортты жинақтап болғаннан кейін кез келген өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мен дәл осындай гельдерді пайдаландым. Холодный гель деп аталады. Кондитерлік дүкендерде сатылады. Түрлері өте көп. Дәл осындай қоюлау болып келеді. Торттарды осындай гельдермен әсемдесеңіздер өте әдемі көрінетін болады және арзан болып келеді. Дәл осылай алып қоятын болсаңыздар, бір қораптың өзі біраз тортқа жететін болады. Бірінші тортты мен осындай гельмен әсемдедім. Яғни гельді ашатын болсаңыздар өте қою болып келеді. Бірақ та осыны сұйылтудың бірнеше әдісі бар. Ең біріншісі дәл осылай қасықпен қатты жылдамдықпен араластыратын болсаңыздар, гельдің өзі сұйық болып ери бастайды. Одан кейін торттың бетіне дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Басқаша да әсемдесеңіздер болады, барлық өз еркілеріңізде, яғни фантазияларыңызға байланысты мен дәл осылай әсемдеп шықтым. Егер де гель сіздерге қою көрінетін болса, су қосуға да болады, немесе микроволновкада сәл ерітуге де болады. Барлығы, яғни қолдану тәсіліне байланысты. Мен осы жерде қоюырақ болғанын қаладым, себебі ағып кетпейтіндей болу керек менде гель. Және де осы қызылдың үстіне ерекше бір әдемілік беру үшін осындай ақ гельді алып, жақсылап араластырып, сұйық болғаннан кейін кондитерлік мешокқа салып, видеодағыдай жасап шығамыз. Шпажкамен сызып шыққаннан кейін міндетті түрде салфетканың көмегімен шпажканы тазалап аламыз. Сол кезде бояулары бір-біріне жағылып кетпейтін болады. Әр сызықтан кейін міндетті түрде салфетканың көмегімен шпажканы сүртіп шығамыз.
Торттың шеттерін безендіру үшін кокосовый стружкамен безендіруге болады, немесе вафельный крошки, немесе әртүрлі жаңғақтармен де әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің бірінші тортымыз дайын болды. Ал енді екінші тортқа келетін болса, холодный гельді, яғни басқа әдіспен пайдаланатын боламын. Шоколадный түрін пайдаландым. Дәл осылай көбірек мөлшерде алып, микроволновкада кішкене ертіп алдым, осындай сұйықтық масса болғанша дейін. Және де торттың бетіне осылай құйып шығамыз. Немесе басқа да гельдерді пайдалана берсеңіздер болады. Шеттеріне жақсылап жағып шығамыз. Микроволновкада міндетті түрде ерту керек. Егер микроволновкада болмаса, су қоссаңыздар да болады. Және де осындай холодный гельдің ақ түсін пайдаланып, осылай шпажканың көмегімен әсемдесеңіздер де болады. Барлық өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Осымен екінші тортымыз дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!